Бірде мен мектепте әжетханаға бара жатқанмын. Сол кезде әжетхананың есігі өзінен өзі жабылып қалды. Мен әрине қатты қорқып кеттім, бірақ оған қатты мән бермедім. Сөйтіп сабақ бітуіне 5 минут қалған кезде мен өзімнің классыма, яғни сыныбыма келдім. Кабинетке келген кезде оның ішінде ешкім жоқ екен. Сабақ бітіп қойыпты. Мен кішкене күмәндандым, кішкене қорқтым. Бұл кім екен деп ойладым. Бірақ енді шығып бара жатқан кезде сөмкемді алып, енді есікті ашып бара жатқан кезде алдымнан бір қолына бензопила ұстаған клоун шықты. Мен қатты қорқып кеттім. Бірақ артқа қаша жөнелдім. Қашып терезені сындырып, терезеден секіріп бірінші этажға қарай секірдім. Сөйтіп секіріп болған соң клоун менің артынан бара алмады. Бірақ сөйтіп мен үйіме қарай қашып кеттім. Енді құтылдым деп үйіме келдім. Үйіме келсем, үстелдің үстінде бір хат тұр екен. Ал үйдің ішінде ата-анам болмады. Хатты оқып қалсам, ата-анам бір қонаққа кетіп қалыпты. Сөйтіп мен үйде жалғыз қалдым. Мен кішкене қорықтым, бірақ сонда да отырдым. Бағанағы жайт есімнен әлі кетпеді. Бірақ бір кезде есікті біреу қағады. Мен қатты қорқып кеттім. Бұл ата-анам шығар деп қуанып барып есікті ашқан кезде бағанағы клоун тұр екен. Мен дереу барып тығылып қалдым. Бірақ клоун мені байқамады. Оның көзі көрмей ме, немесе құлағы естімей ме, мен білмеймін. Бірақ оның жүрісі қатты дыбыс шығарады екен. Сөйтіп ол жүгіріп бара жатқан кезде мен оның өзіме қарай жақындап бара жатқанын келдім. Себебі оның даусы қатты шыға бастады. Бір кезде есікті тағы біреу адам ашты. Сөйтіп қарасам, ата-анам үйге келіп қойыпты. Мен ата-анамды қатты құшақтадым. Олар әрине бұл не екенін түсінбеді. Сөйтіп мен ол ата-аналарға айтпауды шештім. Себебі бұл менің өзімнің кішкене сырым деп қабылдап, бұл жайтты мүлде ұмытып та кеттім.